Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын асқабақ самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып алатын боламыз. Аздап тұз саламыз, және де суды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Орташа, қолға жабыспайтындай болу керек. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Қамырымызды илеп болғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай, енді жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып, енді асқабағымызды ашып, тазалап, осындай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы өте көп. Асқабақ дәнінің де пайдасы көп. Егер дәмді болмаса, аздап құмшекер салып жібересіздер. Тәтті болу үшін, тәттіні жақсы көретіндер үшін. Егер де тәттіні жақсы көрмесеңіздер, салмасаңыздар да болады. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылай ұн сеуіп отырып, біркелкі етіп, қалың немесе жұқа қылып жібермейміз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Барлық адамның қолынан келеді. Осылай кесіп алатын боламыз. Енді асқабағымызды салып шығамыз. Қамырымызды жайып, асқабақтарды салып шыққаннан кейін қазір бүгілуін көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай екі шетін жабыстырып, төрт шетінен ұшын басып қоясыздар. Видеодағыдай етіп. Ешқандай майдың, жұмыртқаның қажет етпейді. Бюджетіне өте оңай, үйде бар заттардан дайындалады. Барлығын осылай бүгіп шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды, қайта-қайта жасап жейтін боласыздар. Осылай листіміздің астын майлап, барлығын теріп шығатын боламыз. Печкамызды қыздырып қоямыз 200 градусқа. Енді подливамызды дайындап алатын боламыз бетіне сүрту үшін. Пиязымызды жақсылап майдалап турайтын боламыз жұқа етіп. Қызып тұрған майымызды үстіне пиязды салып қуырамыз. Сары түске енгенше. Қуырып болғаннан кейін томатымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Аздап тұз саламыз. Дәміне қарай. Ешқандай су құймайсыздар.
Бұл кезде самсамыз да пісіп шығатын болады. Томатымызды қылып жатқан кезде печкада самсамыз пісіп дайын болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей пісті. Көп уақыт қажет етпейді. Енді оны майлаймыз. Подливамызды сүртіп, мен аздап укроп қостым. Морозильникте сақталған укропты подливама қосып жібердім. Әдемі шығу үшін, дәмді болу үшін. Дәл осылай барлығын майлап, бетіне подливасыны сүртіп шығатын боламыз. Сүртіп болғаннан кейін, барлығына подливаны сүртіп болғаннан кейін, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Егер рецептерім ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Дәл осындай оңай рецеппен. Видеоны соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын.